Орталық Азияда суицидтен бірінші орында екенбіз. 2024-тің өзінде 3400 суицид болған. Өзіңіз ойлап қараңызшы. Мен миллионер болғанымды мен Москвада барған кезде Сайтмұрат Талғатовтан білдім. Өйткені мені де сыртыма қарап, мынадан қандай кәсіпкер шығады деді. Мынау ауылдан шыққан, екі сөздің басын қосылатын адам емес, қарызда жүр, ауылға 8 шақырым жерде біздің кафеміз бар, әкемнің. Сол жерден олар атпасындай алтын тауып апты. Енді сол алтынды шетінен өткізіп, солай істеп жатыр екен. Мен сонда түсінбеймін, адамдар таза еңбегімен рас мынандай заманда мынау жетіп кетті дегенге сенуге өздерінің білмеймін эгосы, қызғанышы сондай қалай жібермейді деп. Қазіргі жүріп жатқан әңгіме былай, сізге айтайын. Болашақта президент Ерлан Карин болады. Оның советнегі Талғат Сахан мырза болады деген әңгіме қазір елдің арасында жүр. Оған не айта аласыз? Көшедегі жүрген итке дейін былайша айтқанда акимат жауап салады. Акиматта жұмыс жасап жатқан адамдарға былайша айтқанда ескерткіш қою керек деп ойлаймын да. Неге? Өйткені бизнесте біз қараңызшы, мысалы таңертең тұрып аласың да, ой, мен тауға шығып бара жатырмын, бір керемет іс бітіріп тастаған сияқты 10 000 қадам жүруіміз керек деп жүресің де. Ана жақта жүрсең сен 10 000 қадамды бірнеше есе жасап тастайсың. И ол еще сен ол еңбегің бағаланбайды да. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Студиямызда миллиардер құпиясы кезекті подкасты. Бүгінгі студиямыздың қонағы өзін сөзімен емес ісімен дәлелдеп жүрген, миллиондаған қарызынан шығып миллиардер атанып, осы туралы кітап жазып шыққан, миллиондаған қарыздан миллиард табысқа кітаптың авторы, меценат, инвестор, қоғам қайраткері, QFO авто салондар желісінің негізін қалаушы Талғат Саханұлы. Құрметті Талғат мырза, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Сізді ашу маған да оңайға соқпас, өйткені сізді қаншама подкастерлер өздерінің подкасттарына шақырып қоятын сұрақтардың барлығын түгелдей қойған. Одан бөлек лайв форматта Instagram жүргізіп, барлығын айтып отырасыз. Десек те айтылмай қалған сырлар бар шығар, құпиялар бар шығар деген оймен шақырып отырмыз. Қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік бауырым. Бастысы осы керемет тақырыпты таңдап алып, соның ішінде миллиардерлердің успешный успех емес, шынайы мынау расында да басынан өткізген қателіктері және соны ашып көрсету форматында жасалып жатқан алғашқы осындай форматтағы сұхбат екен. Өте керемет, өйткені көпшілікке пайдалы болатынына сенімдімін, және де менде жасыратын негізі еш нәрсе жоқ. Барлығы лайв форматта ашық түрде осы жерде де қандай да бір сұрақ болсын, барлығына шамам келгенше жастарға пайдалы болуға ашық түрде жауап беріп, сол арқылы сіздің еңбегіңіз бағаланып, бір адамның өмірін жақсы жаққа қарай өзгертіп жатсақ, мен соған қуанышты боламын. Рахмет, Талғат мырза. Енді жаңағы мен әдетте қонақтарыма қойылатын сұрақ, бизнеске қалай, неше жасыңызда келдіңіз деген сұрақтар қоямын. Бірақ бұл сұрақты сізге қойғым келіп тұрған жоқ, өйткені сіз туралы ақпарат ашық дерек көздерінде барлығы толып тұр, өзіңіз де айтып жүрсіз. Менің қойғым келіп отырған сұрақ 80 миллион теңге тұратын костюм төңірегінде болмақ. Бұл не қылған костюм? Неге ондай әрекетке бардыңыз? Неге қылышыңызды ертерек сермеп қойдыңыз деген сұрағым. Енді өте керемет сұрақ, және алғашқы рет қойылып тұр. Бірақ бұл туралы посттар бізде әлеуметтік желімізде бар. Үстіртін жазылғанмен, ол жерде нақты шындық бар ғой. Нақты шындық қалай ол 83 миллион болған туралы жауапты қазір алғашқы рет сіздің студияңызда берейін деп тұрмын. Бұл жерде дұрыс айтасыз, жаңағы мотивацияға міну алып, содан кейін асығыстықпен өзің жетпеген деңгейге соны ақшамен сатып алам деп көп қазір жастардың жасайтын қателігі осы. Бизнес тренингтерге мен енді ең алғаш сол бизнес бастаудан бастадық. Ол кезде жаңағы бизнес молыз, Аяш Шабудинов, жаңағы көптеген ресейлік
біздің Қазақстанға нарығына кіріп жатқан болатын сол тренинг саласындағы компаниялардың. И бизнес молодосқа бардық, сол кездегі барлық беретін сізге инструменттерді де береді, бірақ инструменттен гөрі ол жерде мотивация, содан кейін успешный успех. Қазірдің өзінде де ол бар. Қазір машина мінгің келе ма, 5 пәтер алғың келе ма, басқа деген сияқты. Оның барлығының арты қуыс екені және фейерверк сияқты құр атылып, бірден адамға ол мысалы қазір бір 200 мың 300 мың теңге табыс тауып жүр ма, ол бірден миллион миллиард тауып кетпейді. Бірақ жаңағы жарнаманың, жаңағы все, мен сен осындай боласың, сен кереметсің деудің арқасында сондай қарызға кіріп кеткен жайымыз бар. Бүгін ғана міне бізде жаңа видеомыз шықты. Мен өз жерге барып, өз үйімді түсіріп, сол жерде көрсетіп жүрмін, қандай үйде тұрғанымды, ол үйді банк тартып алғанын, неге негізі мен сол бизнес бастауға, жалпы осы тренинг саласына келгенге дейін, сол тренингтерді қуалап, әртүрлі білім алғанға дейін, өзімнің тұрақты тауып келатқан автомойкам, мысалы, квартиранттарым, тұрақты жұмысым болған да негізі. Көрдіңіз ба? Көпшіліктің жасайтын қателігі осы ме? Бәріміздің жасайтын қателігіміз. Енді өзімнің тәжірибемнен өткеннен кейін оны айта аламын да, нақты бір жұмысы бар, тауып келе жатыр, соның шамасына қарамай, ол алады да аспанға қарай ұмтылады ғой. Бізде бармыз оның ішінде. Көрдіңіз ба? Бірақ мен қуанатыным, белгілі бір сол уақытқа дейін жинаған тәжірибе болды да. Содан кейін барып, сол тәжірибемен білім ұштасты. Былайша айтқанда теориялық білім алынды. Содан екеуінің қосындысынан қазір осы нәтиже болып отыр да. И сол бизнес әлі жаңағы тренинг саласына кіргеннен кейін біз өзіміз бизнес школа ашамыз дедік. Бизнес школа ашып, сонымен жаңағы бізге амбассадор болып жүрген сол кездегі жаңағы адам, сендердің бұлай киініп жүргендерің болмайды. Біздің жанымызда, менің жанымда жүрсеңдер керемет киінулерің керек. Қайрат Құдайберген емес пе айтқан? Қайрат Құдайберген. Сол шығады. Просто ол кісінің артынан бір қазір жаман жағдаймен отырғаннан кейін жамандап былай атағым келген жоқ болатын. Жамандағанда жамандағанымыз қандай өзінің деңгейімен, өзінің жеткен жетістігімен, қандай жаңағы бар, солай айтып жатырмын да. Содан кейін жарайды деп біз сол кезде киіндік, жаңағы 7 миллион бір нәрсе болды біздің киіміміз. Одан кейін $500 сағаты Аяпов деген фотограф болды, оған төледік. Ритц Картонда жұмыс, біз қармен атысып жүрсінген жерде. Қазір мен қарасам көптеген, енді кейде әлеуметтік желі болғаннан кейін, бизнес немелерді көргеннен кейін, біздің сол қателіктеріміздің бәрін қайталап жатыр ғой. Қармен атысып жүр, киініп алады, арендаға көлік алып алады, шамасы келмейтін квартираға барып, сол квартираны мен бай ортада жүргім керек деп, сол жерге барып квартира снимать етіп тұрып алады. Болмаса да ұқсап бақ деп, Абай айтқандай. Жоқ, Абай атамыз олай айтпаған негізі. Ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз деген. Ал бұл жерде фейерверктерге қарай ұқсап бақ деп айтқан жоқ та, успешный успех деп президентіміздің өзі айтты ғой, қазір Инстаграмда керемет. Бірақ ең бастысы жеңетін ол жерде білім деді. Содан кейін тәжірибе, еңбек деді, таза еңбек деді. Сол таза еңбекпен ғана жеңеді екенімізді көрдік. Содан кейін барып жаңағы қымбат ресторандарда трансформатор жобасы келді. Сол кезде Марғұлан Сейсенбай ағамыздың жанында. В общем, топ медиа магнаттар осы Қазақстандағы солардың жанында жүрсің ғой. Бірақ артында пусто, еш нәрсең жоқ ондай. Кітап оқымағансыз. Кітап оқисың ғой, бірақ енді әлі деңгейің оған жеткен жоқ. Сол ортаға қарай кірдім. Жаңағы жақсы көріну үшін қымбат жаңағы ресторандар шақырады мысалы. Сол кезде өзі біраз өздерін успешный санайтын адамдар, мен кездесулердің бәрін қымбат ресторанға шақырамын. Сол кезде оның маскасы ашылады деп, ол қандай адам екен деп
мен қызыл нәски киіп аламын, нәскиімнің өзі бәленбай 1000 тұрады деп мысалы. Сонда ойлап отырсақ, адамның жаңағы миллиардер болуға деңгейі нәскимен есептелмейді екен. Қымбат нәскимен есептелмейді, қымбат киіммен есептелмейді. Дұрыс сөйлеу бәрі есептелмейді ғой, миллиардер. Оның барлығы ішкі адамның жаңағы құндылықтарымен, білімімен, табандылығымен, мінезімен, кейде сабырлы болуымен, осымен есептеледі екен. Ал енді айтып тұрмыз ғой, дешевый кезде, мысалы, айтады ғой, орысша айтқан кезде, дешевый адамдар ол өздерін қымбат көрсеткісі келеді. И сол үшін там ортада ол уже сіз жетістікке жетіп алғаннан кейін сырттан көрініп тұрады. А сол кездегі мен өзімнің деңгейімді қараймын да, қандай бір клоун сияқты күлкілі болып көрінген. Сыртынан қарағанда дейсіз. Сыртынан қарағанда қандай клоун сияқты болып күлкілі болып көрінгенмін да. Көтере алмайтын айбалтан белге байлап алғансыз. Сондай болып жүрген. Қазір көп сөйтіп жүр. Қазір көп сөйтіп, мына кредитке кіріп жатқанның кесірінде адамдар басқалардың өмірін көріп алады да, мен де солай, ладно, жете берейін деп, мысалы, сол қателіктерді қайталап отыр. Кредитті де дұрыс пайдалану керек. Мысалға, Нұрлан Смағұлов ағамыздың өзі айтты ғой, мен миллиардермін, менде миллиард 400 миллион теңге, теңге де қойым ғой, миллиард 400 мың доллар қарызым бар деп. Миллиард 400 миллион деген қаншама ол етеді. Бірақ оны жұмыс орындарын беріп, басқа деген сияқты дұрыс пайдалануға болады. Бірақ оны да қарасақ, мысалы, тиімді кредит қой, жоқ, тиімді кредит па, тиімді кредит емес па, ол белгісіз. Ешкім алып қоя алмайды ғой. Өйткені мынандай нәрсе, просто кредитпен ғана отырған сияқты да. Оны енді ол деңгейге жетіп алғаннан кейін ғана айтамын. Қарыз емес, стратегия сияқты бұл кісінікі. Оны енді мен айттым ғой, ол деңгейге жетіп алғаннан кейін только айта алу керек те. Қазіргі просто деңгеймен қарасақ, мысалы, ол даже бүкіл жаңағы кредиттері, бір бизнесің болмай қалды, мысалы, деген жағдай болса, кредиттері даже оның активтерінің барлығы жабуға жетпей қалуы мүмкін ба, мысалы. Қазіргі, мысалы, біздің өзіміздің кезімізде де компанияда жаңағы алған кредиттеріміз бар, мысалы. Енді бірақ мен оның бәрін салыстырып отырсам, менің бір-ақ активім ғана сол кредиттердің барлығын жауып кетеді. Қалған активтерім өзімде қалады. Бассыз, көзсіз, бұрын 83 миллионға костюм деген сияқты, ондай қадамдар жасап жатқан жоқпыз да. Ондай қадам сізді артқа қарай лақтырады да. Дұрыс айтасыз. Керемет. Сондықтан да бұл жерде айтқым келгені 83 миллион теңге ол сол костюмнен басталып, сыртқы жаңағы жете алмаған, әлі жетпеген ортаңды сатып алам деп, ақшамен ғана деп, жаңағы ұмытылған, жасаған қателіктердің жемісі ғой, былайша айтқан кезде. Қазір соны көбі жасап жүр, сондықтан расында да қазір көбін айтатын. Сол кезде біздің өзімізде, енді қараңызшы, біз бизнес мектеп аштық. Бизнес мектеп ашқандағы ниетіміз қандай болды? Біздікі ақша табу. Адамға пайдалы болып жатсың ба, пайдалы болып жатқан жоқсың ба, онда вообще ой жоқ, мысалы. Ал енді қазір мен, мысалы, қанша сондай тәжірибем бола тұра, бірақ мен оны білім беру уақытта жоқ, мысалы, бір жақтан. И оны былайша айтқан кезде оңай емес, адамды жетістікке жеткізу, оның өмірін өзгерту ол оңай емес. Кейбір адамдар сенің деңгейіңде түсінуі мүмкін, сол айтып жатқан қабылдауы мүмкін. Ал енді ол қанша төмен тұрғаннан кейін сен оны істе деп айтып жатсаң да, ол сен сияқты көріп тұрған жоқ. Ол жете алатынына сенімсіз. Сенімсіз болғаннан нәтиже де болмайды. Сондықтан да бизнес тренингтерге баратын қазір коучтар, психологтар әртүрлі көбейіп кетті, бірақ солардың нәтижелеріне қарап барып барса, көбі соны табыс көзі көріп алған адамдарды просто шақырып, жаңағы солардың енді сауатсыздығын, жаңағы біраз енді ертегі сатып, ондай өмірді, болашақ өмірді сатып, міне там қазір 5 машина
10 квартира 10 қаладан сондай көп болып кетті де мысалы қазір. Ол ондай былайша айтқан кезде таза еңбегіңізбен ғана жетесіз. Содан кейін иә білім керек емес деп айтпаймын, бірақ оны дұрыс адамдардан алып, ниеті дұрыс адамдардан алып, тәжірибесі бар адамдардан алып жеткен дұрысырақ болады деп ойлаймын. Сондықтан успешный успех инстаграмдағы картиналарды көріп алып, оның артынан гонять етіп, жаңағыдай, ладно, мен Аллаға шүкір деймін, мен ол қарыздарды игере алып, қарыздан шыға алдым. Шыға алмай, кейбір өмірмен қоштасып, кейбір бала шағасымен ажырасып, кейбір жаңағы бар нәрселердің бәрінен айырылып қалған адамдар қаншама. Сізді негізі шақырып отырған немде сол басты себебім. Өйткені бізде Қазақстан бойынша орталық Азияда суицидтен бірінші орында екенбіз. 2024-тің өзінде 3400 суицид болған. Өзіңіз ойлап қараңызшы. Күніге 10 адам өзіне суицид жасайды. Қазір біз 2 сағат подкасттың ішінде түсіріп болғанша бір адам өмірмен қоштасады. Көріп тұрсыз ба? Бұл неден? Бұл қарыздан көбінесе. Қарызын жаба алмағаннан. Енді жауапсыз махаббат ол белгілі бір кішкене ғана пайызы, бірақ басынан жұмыссыздық, бала шағасын асырай алмау деген сияқты өмірде өз орнын таба алмай жүрген жастарымыз өте көп. Енді сіз қарызда жүрген адамсыз біраз уақыт. Сол үшін қалай жеңіп шыққан жолын білесіз. Өзіңіз жаңағы қарыздан шығу үшін Саид Мұрат Давлатовтың қарыздан қалай шыққанын көріп, барып ол кісіден сабақ алып, соны өзіңіздің өміріңізге қолданып, қарыздан шықтыңыз. Енді осы сіздің өміріңізді мен өзім ойлаймын, 80 мың аудитория емес, 1 миллионнан аса аудиторияға насихаттау керек деп ойлаймын. Сол үшін де мен сізді шақырған себебімді сол. Көрсін, міне шынымен мына адам миллиондаған қарыздан, 83 миллион қарыздан шығып, қазір миллиардер атанып отыр. Қаншама 400 отбасын жұмыспен асырап отыр. Деген сияқты осыларды үлгі қылып насихаттау үшін сіз шақырған басты себебім осы суицид. Суицидіміз жаңағы өте көп. Сол себептен өте қазіргі адамның өмірі, жалпы әрбір мемлекеттің басты капиталы ол адам ғой. Сол адамдар өмірмен қоштасып жататын болса, біз яғни осы ең басты капиталды сақтап қалуға осы подкаст арқылы атсалысайын деп жатқан ниетім ғой. Соны Құдай қаласа. Өте жаңағы ниетің дұрыс екен, ниетімізге жете берейік, жаңағы пайдалы болып. Негізі біздің осы мен инстаграм әлеуметтік желілерін қарап, осы кітабымның жарыққа шыққалы жатқанда читка дейді ғой, оқытуға бір кісілерді шақырған кезде, сол кезде бір әйел кісі келген. Осы Талғаттың видеосын көру арқылы мен өзімді суициальный состояниеда тұрған дейді, өмірімді қоштасайын деп. Бірақ осы видеоны көру арқылы мен өмірге деген құлшынысым пайда болып, мына кісі шешсе, мен де ары қарата шеше алады екенмін ғой деп, әйел адам келіп соны айтқан кезде мен енді біз командамызбен қазір соның барлығын ары қаратай, былайша айтқанда құлшыныс пайда болды. Бұл құр емес екен ғой, бір адамның өмірін қолдап жатсақ. Менің командамда былайша айтқанда өзімде де мотивация пайда болды, осы жұмыс жасап жатқан қыздарда жанымда. Өйткені жаңа айтып отырмын ғой, қазір коуч, психолог, бизнес-тренер, наставник деп өздерін жасап алып, бірақ воздух сатып жүргендер өте көп. Оларды командасы да түсінеді, просто олар жаңағы воздух сатып жатқан екен. Ол қаратай жаңағы ұзақ уақытқа нетті. Ал енді пайдалы болатын болса, ол адамға арасында да бір өмірді сақтап қалып, біреу қарызынан құтылып жататын болса, біреу жаңағы соны көріп, жаңағы бала шағасымен, ата-анасымен өзінің қарым-қатынасын дұрыстап жататын болса, командасымен дұрыстап жататын болса, мен сол кезде олар құлшынып жаңағы пайда келіп жатырмыз ғой деп, жанымыздағы адамдар да барлығы ниет дұрыс болып жұмыс жасайтын боламыз. Дұрыс айтасыз. Енді сіз біраз уақыт қарызда жүрдіңіз. Ол состояниені енді білесіз ғой, өзіңіз әлі ұмытпаған шығарсыз. Жаңағы көбісі басынғысы келіп тұрады деген сияқты. Сол деңгейде жүріп, сол көңіл күймен жүріп,
енді ақырындап қарыздан құтылдыңыз, жетістікке жетіп бастадыңыз деген сияқты. Алғашқы миллиардты тапқан кездегі сезіміңізді айта аласыз ба? Мен негізі миллионер болайын, миллиардер болайын деп ондай мақсат болған жоқ алдында. Менде ниет қаржымнан құтылу болды. Ең бастысы мына қаржымнан құтылып, осыны қалай жасап қойдым мен, адамдардың қарғысына қалмайынша, ертең мен осы қаржымның барлығы бала шағама қалқамасыншы, олардан сұралмасыншы, осы өмірде менде қаржым болмасыншы деп солай харекет еттім. Өйткені қарыз беруші адамдарда олар өз ауыздарынан жырып отырып, мысалы, ол киім алушы еді сол ақшаға. Ойлаңызшы, сіз маңдай ақы адал теріңізбен таптыңыз сол ақшаны, соны әйеліңізге бермей, бауырыңызға бермей, білмеймін, туысыңызға бермей, танымайтын бір адамға бердіңіз. Міне мына адамға мысалы. 1 теңгені 2 теңге қыламын деп. Иә, ойлаңызшы, солай 1 теңгені 2 теңге. Соны енді ол үлкен, былайша айтқанда, жауапкершілік. Сол қарызды құтылу мақсатында бірақ бизнес жолында адам енді бастап жатқан кезде, үлкен суммалармен жұмыс жасап жатқан кезде, ол міндетті түрде қарызға кіреді. Бизнестің жолында өйткені әртүрлі жағдайлар бар. Ол мысалы экономикалық жағдайлар, доллардың көтеріліп кету, пандемия, басқа деген сияқты. Одан басқа өзіңіздің командаңызбен жұмыс істеу, системаңызбен, командадағы адамдардың кей кезде сатып кетуі деген сияқты. Партнермен болмаған. Өте көптеген ол жерде факторлар бар. Соны сіз білмегеннен кейін сол қарызға кірдіңіз. Қарызгердің қазір көп маған немеге дайректке жазады ғой. Қарыз болып жүрмін, не істерімді білмеймін, вообще өмір қызықсыз. Мен де сол состояниенің бәрінен өттім. Бір жерге жаңа айтып отырсыз ғой, шақырады, барғың келмейді. Біреулерге жаздыңыз ба солай? Қарызда жүріп. Қандай көмек сұрап жазған жоқпын мен. Біреу өйткені аянышты қылып көріну, өзіңді өзің аянышты қылу, ол проблеманы шешу емес, керісінше сен одан сайын ары проблемаға кіру болып тұрғаны. Ал енді мен жігіттік өзімнің намысымды таптап қойып біреуге барып, ой маған бүйтші, ой маған сөйтші, көмектесші деген ондай болған жоқ. Менде просто болды мақсат инвестиция тарту, ары қаратай кәсіп жасау, қарыз адамдармен барып сөйлесу. Басында қарызгер мойындамайды, ақшаны берді ма, мысалы, ол адам бір жау сияқты болып көрініп тұрады. Звондаса телефонды алғың келмей, мысалы. Сондай ситуациялардың барлығы болды, қайта оларға объяснять етіп жатсын, уже тыңдамайды, кейбіреумен уже намысқа тиетін сөздер айтып жатқан кезде төбелесуге дейін барып, сен маған ақша ғана бердің, сен менің намысымды или сатып алған жоқсың деген сияқты. Сондай кездер болып, содан кейін енді любой мысалы шақырған кезде ойлайсың, бүкіл адам, бүкіл Қазақстан сенің қарыз екеніңді біліп тұратын сияқты. Той-томалаққа. Каждый жанында жүрген адам бәрі қарыз екеніңді біліп тұратын адам сияқты, сондықтан сен ешқай жерге барғың келмейді. И бір желание да жоқ, бір нәрсені істесең қарыз ойда тұрады. Сондай кез болды, және ата-анаңа, бала шағаңа оның бәрін түсіндіре алмайсың, ішіңнен тынасың. Содан кейін туысқандар сөз қылады, басқа, ой бүйтіп кетті ғой, сөйтіп кетті ғой деген сияқты, қарыз болып кетті ғой деген сияқты. Сондықтан өте бір ешкімнің басына бермесін, өте бір жаман состояние. Сол үшін адамдар тығырыққа тіреліп, суицид, басқасына бәріне барады екен ғой. Содан кейін мен бірақ ол кезде сондай адамдарға айтатыным, қарыз екеніңді мойында да, тоқта да, бәр адамдармен сөйлесте, өзің бірақ ішіңде сол адамдардың қарызын қайтарып береді екен. Айта берсін сен туралы, сен алаяқ дейді, сені мынау қарызын қайтармай жүр, мынау қайдан табады енді деп, неше түрлі айта береді, кінәлайды, айта берсін. Бірақ сен өзіңмен өзің бағаны өзің білесің. Өзіңнің бағаңды өзің білесің, сен өзің ішіңнен айтып тұрсың, мен қайтарам болды. Білмеймін қалай қайтарам, бірақ қайтарам. Қайтарудың әрекетін бәрін жасаймын. Енді фокустың бәрін қарызға емес, фокустың бәрін табыс табуға қарай аудару керек. Мен қайдан кімге пайдалы боламын? Осы қарызды жасадым, енді осы қарызды жабатын қандай жол бар екен деп. Мен фокусымның барлығын қарызды, осындай қарыз болған адам бар ма екен?
осы қарыздан шыққан адам бар ма екен деп солай қарай аударған кезде маған Сайдмұрат Давлатов кезікті. Оны іздедім өзім, телефонын таптым, содан ол кісіге хабарластым, шықтым, қарызбын, ақшам жоқ. Оған айтып жатырмын, сіз маған консультация беріңізші, бір сағатты $500, ол тағы да $500 қарызға кіру мысалы. И содан кейін адам ауырған кезде медиктерге барып мысалы аурудың емін іздейміз ғой. Содан ол саған диагноз қояды. Содан кейін сол диагнозға байланысты дәрісін береді. Мынандай емдер жасасаң жазыласың деп жаңағы диагнозын қойып, жаңағы саған дәрілерін бергеннен кейін сен ары қаратай соны қабылдау арқылы жазыласың. Сол сияқты мен Давлатовқа келдім, ол маған диагнозымды қойды. Бірақ сол бірінші кездесуде айтады, сен миллионерсің. Мен тағы да ойладым, тағы бір алаяққа жолығып отырмын. Қазір алды да, қазір тағы курсын сатып жатыр, осылай. Бірақ курсын сатты, тағы да $10,000 курсын сатты, $15,000 курсын сатты, 1 жылдық годовой. Бірақ мен түсініп, адам өзі білетті сол. Міне мен түсініп тұрмын, осы менің дәрігерім, яғни диагнозды дұрыс қойып тұр, мен осы жерден жазылам деген адам өзі ғана түсінеді алаттан. А мен сол жерде енді $10,000 тағы курсын алып, оның өзін қарыз қалып тауып, кірісіп бастаған кезде маған әке-шешем, бауыр қарындасым бәрі ойлады, мысалы, мынау тағы да бір алаяққа жолықты, ана ақшаға қарызын жауып басқа неткеннің орнында мынау жаңағы сондай нәрсе істеп жүр, сектаға кіріп кетті, осындай деп. Бірақ оны адамның өзі ғана біле алады. Одан да қарызын бермей ма депті? Иә. Сол сияқты. Содан кейін барып сол жерден білім алдым. Уже мына жақтағы практикалық жасаған қателіктерді ол теориялық біліммен ұштастырып, содан мынау былай екен ғой. Адамдардан мысалы қарыз адамдарды шақырып алып олардан қорықпауды, өйткені наставник оны жүріп өткен, ол ошибкасынан айтты, сен қаша берсең, ол сені қуа береді, ол проблема. А сен проблемаға қарсы жүріп барып онымен сөйлесіп жатсаң, сонымен бір адаммен сөйлесіп көресің, расында да айтқан сияқты болады, 2 адаммен сөйлесіп көресің, рас олар қабылдап, ол өйткені қарыз берген адам саған сенгеннен кейін, сол қарыздың қайтаруына ең бірінші жаңа ниетті адам, сен сол қарызды қайтаршы деп, ол сол қарыз беруші адам да. Сондықтан да мен соны көрдім, мен қарызгерлерден қашпай, олармен барып сөйлесіп, олармен жағдайымды айтып түсіндіріп, одан кейін мына кифотопарды бастап, алғашқы көліктерім сатылып бастап, инвестиция тартып тағы да ана жұмыстардың бәрін жүре бастаған кезде, сол мен ана адамдардың ақшаларын қайтарып берсем, олар маған сол ақшаны қайтадан сол күйінде, мысалы біреуден 3 миллион алсам, сол 3 миллионды қайтадан әкеп айтып тұр ғой, міне Талғат, саған саламыз. Өйткені көріп тұрмыз, бір рет бердік, қайтардың, сенім үлкен, екінші ретте берейік, давай сен осы бизнесін жүргіз, қазақтың бизнесі жүрсін, құлғадың, көрдік қанша жерден, саған осы жаңағы бизнесің жүріп кетуіне саған тілектеспіз, сенеміз саған деп. Сол кездерде сол кездегі адамның эмоциясын оны ауызбен жеткізу мүмкін емес. Миллиард тапқан кезіңіз. Содан кейін компания минуста болды бірінші, Давлатов маған партнер болды, $66,000 бірінші сатып алды. Одан кейін барып жаңағы ярд тапқан кез емес, керісінше адамдардың қарызын қайтарып беріп жатқан кез. Адамдар саған қайтадан әкеп сол ақшаны салып беріп жатқан кез. Өйткені ол үлкен сенім, үлкен жұмыста. Содан кейін осы кифотопарды бастадық. Давлатов өзі менде партнер болып бірге жүргізіп отырдық. Бірақ компания тағы да 1,5 жыл минуста болды. 1,5 жыл минусқа шыдау, мен осы миллион қарыздан миллиард табыс қатты, сол кітабымда жаздым соның қалай екенін, $500,000 берем деген кезі, сол $500,000 сенімі маған деген, мен қай уақытқа дейін күш бергені, алып келгені. Негізі адамға ақша, дүние, абырой, атақ емес, ең бірінші сенім керек. Сенім, дұрыс айтасыз. Ең бірінші сенім керек. Мен шыға аламын бұл жағдайдан, мен мүмкін бұның барлығын деп. Содан кейін барып, жаңағы бізде 1,5 мысалы енді қараңызшы, 1,5 жыл минуста болған кезде компания өскен сайын 2,800,000 расход болады, минус шығады. Мысалы содан кейін барып солай шығып келіп, ақырында мысалы 1,5 жыл өте аяқтала келген кезде, мысалы бір жыл 3 ай болған кезде біздің минус мысалы 800,000-ға түскен кезде мен қуандым да. Вот біз 2 миллион минусты $800,000 минусқа айналдырдық.
көп адам осы жерде сынып кетеді. Өйткені ойлаңызшы, күнде сен білесің, қазір барған кезде 2 шапалақ жейсің, бірақ барасың да қайта. 2 миллион 800-дің шапалағын жейсің ай сайын. Бірақ күнде тұрып соған бара бересің де, мен шапалақ ұратын біліп тұр. Барып, соның арқасында жаңағы мінез қалыптасты. Содан кейін міне уже барып Давлат партнерстводан шықты. Алғашқы мен $1 миллион Әсетжандар сатып аламыз деп ұсыныс түсті. Алтынмен айналысатын Әсетжан ба? Иә, алтынмен айналысатын олардан сұраса да болады. $1 миллион мен 40%-ін сатып алмақшы болды. 2 партнермен $500 000. Мен оларға бірақ өзім отказ бердім. Франшизаны сатып алдым. Содан кейін барып өзім тағы да инвесторлар тартып $300 000 Бекназарлар инвестор болып келді. Солай. И сол арқылы уже компания системаға қойылды. Менің өзімнің алғашқы $1 миллион тапқып, мен $1 миллион активім бар екенін, мен миллионер болғанымды мен Москвада барған кезде Сайтмұрат Давлатовтан білдім. Ол туралы Инстаграмда тоже бар да. Сол кезде жаңағы Давлатовқа барам, наставнигім, потом менің отчеттарымды қарап отырып, активтерімді санап отырып айтады: Талғат, поздравляю тебя, ты мой 40-й долларовый миллионер, мой ученик, результат деген дейді. Мен айтам, как это? Вот смотри, у тебя уже активы более $1 миллион дейді. $1 миллион асып кеткен активің уже. А компанияның өзін ғана 40%-ті ол кезде $1 миллион сатып алмақшы болды. Компанияның ол жерде әлі жаңағы құны, мысалы біз сол кезде сатылым бойынша сол кездің өзінде есептеткен кезде $88 миллион компания оценка етілген. Содан кейін мен келіп есептеткен кезде $88 миллион оценка етілді. Бұл соңғы есептелінген, Жоқ, сол кездегі есептелген. Ал қазіргі уже миллиардтық немемен кеткен кездегі қазіргі әлі компанияның есебін шығарған жоқ біз. Өйткені сатамыз деген ой жоқ. Қазір өзім один единственный учредитель дейді, өзім ғана құрылтайшысымын. Қазақстан бойынша барлық филиалда ешқандай бір пока компанияны сатамыз, долясын етеміз деген ондай ой жоқ. Хотя ондай ұсыныстар бар. Содан кейін барып миллиардта да солай, миллиардтар уже бізде айналымға түсіп, миллиардтан аса менде активтер болған кезде де мысалы, оны да тоже мысалы мен өзімше бір осында бір үлкен объект бар өзіміздің, соны сатып алып жатқан кезде кэшпен барып $1,770 миллион, ол менің немемде декларациямда да бәрі көрінген. Ресторан ғой, соны сатып алып жатқан кезде мен ойлап қоямын да, мысалы. Қанша қалдыңыз? Ол кезде оны $1,770 миллион алдым. Осындай кездер міне. Ол адам негізі мен миллионер болам, миллиардер болам деп немене қоймау керек. Просто адамдарға пайдалы болам, ниет үлкен жұмыстар жасаймын, және Қазақстан елім жерім үшін деп. Өйткені менде ең алғашқы сторыстардың бәрін қарасаңыздар, мендегі келімсектерге ата-бабамыз осындай үлкен жерді, елді бізге тастап кеткен кезде, біз келімсек компания келіп, басқа ұлттың келімсек компания келіп, біз ол кезде сол ғана компания. Осы біздің жасап жатқан автокөліктердің жүрілген автокөліктер бойынша сатылымды келімсектер керіп, солар ғана жасап жатыр. Біз соған қазақтар барып, көліктерімізді апарып, солардың пайда табуына, олар пайда тапқаннан кейін олар қайтады, олар Қазақстанда тастап кетіп жатқан жоқ. Оны алып өздерінің сол елдеріне әкетіп барып, Қазақстанда олар ол кезде қазіргі біздің Кипот бар компаниямыз сияқты айтысқа көмектесу, ауылына барып үлкен бір той жасап, ол жерде жаңағы атбегілер, құсбегілер, ақындарымыз шақырып, ауылдың балаларына мотивация берейін, жаңағы ипподромдар салып беріп, жаңағы моншамызды салып беріп, жолдарын жасап берем деген оларда ниет жоқ. Одан басқа мысалы Қазақстанымызда әртүрлі медреселерді қолдап оқып жатқан қайырымдылық іс-шараларымызды жасап, ондай оларда ойда ниетте жоқ та мысалы. Сіз үйреттіңіз. Содан кейін барып, біз уже бастап, біз оның бәрін көрсетіп, барлығын ете бастағаннан уже ақырын оларды да бет бұрғыздырды да. Акиматтар барғызып мысалы. Сондықтан менде осындай ниет болды. Өз елімізде, өз жерімізде, өйткені қазіргі соғыс ол осы кәсіпте.
кезінде ақ найзаның ұшымен барып жаңағы кіріп соны жаңағы соғыс арқылы былайша айтқанда елдерді завоевать етіп алса, қазір олар бизнес арқылы кіреді де. Біз сол үшін қазақ өзіміз мықты болуымыз керек те. Қазір мысалы Қытайларымызда, басқаларда барлық кіріп жатыр ғой. Сол үшін біз оларды өз жерімізде ұстақау үшін біз мықты болуымыз керек. Біз өзіміз жаңа квартирада тұрмауымыз керек. Өзіміздің өмірімізді өзіміз жасап бай қуатты болып, олардың келген жаңағы ақшаларын пайдаланып, бірақ бизнестің иесі өзіміз болуымыз керек те. Дұрыс айтасыз. Дұрыс айтасыз, Талғат мырза. Сондықтан сол миллиардтарды мен миллиондарды, миллион долларлық жаңағы активтерге ие болған кездегі ол кездегі ощущение, все, вообще жұмыс бар, істеп жатыр деген болды. Есегіңіз судан өтті. Иә, солай ғана болды. Керемет. Енді сіздің наставниктеріңіз туралы жақсы білеміз. Айтмұрат Табылатов, жаңағы Маролан ағамыз, Ахметбек Нұрсилы ағамыз. Енді одан бөлек мен енді оны қайталап сұрап жатқым келіп тұрған жоқ. Ол қалай білім алғаныңыз, оның барлығын өзіңіз айтып жүрсіз, подкасттарда да, инстаграмыңызда да айтып жүрсіз. Менің білгім келіп отырғаны өміріңізді өзгерткен қай кітап? Қай кітапты айта аласыз, аузыңызды толтырып? Негізі кітап әсер етеді ғой бәрібір. Иә, маған мысалы қарыз болып жүргендегі ең әсер еткен кітап ол ең Вавилондағы ең бай адам. Орысшасы «Самый богатый человек в Вавилоне» дейді. Барлығымен сөйлес деп сол жақта соны сізге айтып тұрдым. Сөйлес, барлығымен, және де ақшаны қалай ұстау, содан кейін ол жердегі нақты мамандарына, мысалы мен қазір командаға адамдарды алған кезде де нақты мықты мамандарды тартуға тырысамын. С кем попало деп сұрай бермеймін, мысалы, кого попало деген сияқты. Олай емес, нақты мамандарына жүгіну деген сияқты мысалы. Өйткені ана кім сол кездегі ақшасы болады да, бірақ біреуге беріп жүреді, ол өтірік алтындарды алып келіп, мысалы, зергерлік бұйымдарды алып келіп, мысалы, онысы бірақ дұрыс болмай шығып, ақшасынан айырылып қалады. Еле алмай қалады ол. Иә. Вот сол сияқты өте көптеген қателіктерді жасамас үшін маған жаңағы қарыздан құтылуға, дұрыс направление алуға сол кездегі жаңағы бірден бір көмектескен кітап болды. Одан кейін өзімнің Ли Якоканың «Карьера менеджері» деген кітабы. Ол жерде сол Ли Якоканың Форд компаниясынан кетіп, одан кейін осы Крайслер компаниясын соны жаңағы минустан шығарған. Сол кезде оның айтқан мына бір керемет сөз бар. Ол сол Форд компаниясында істеп жүрген 3-4 адамды ғана алып кетеді де, осы компанияны минустан шығарады. Сол кезде айтады, ол мен жанымдағы, егер дейді, 3 адам болды, 3-4 адам болды. Мен жанымда 10 адам болса дейді, мен не только мына компанияны, мен Американы минустан алып шығушы едім дейді. Сонда анау көп адам қажет жоқ екен. Мықты білімді, нақты адамдар болса жаныңда, олар потом сол елім жерім деп или настройдың барлығын сол компанияны минустан шығарамыз, болмаса мемлекет минустан шығарамыз деп қойса, көп адам қажет емес екен. Әрине. Мықты мамандар, мықты ниеті дұрыс настройлар қойған адамдарды алсақ, 10 адаммен алып шығуға болады екен. Генри Фордтың айтатын сөзі бар ғой, менің компаниямды түгел алып қойсаңыздар да, менің адамдарыма тиіспеңіздер дейді. Мен түгелін алып қойсаңыздар да, ол жерде былай айтады, менің ойым, ақылым барлығы өзімде қалады дейді. Мен сол арқылы жаңағы бірақ адамды қалдырыңдаршы дейді. Ол әйелін алады. Өйткені сол Генри Фордтың жаңағы ең қиын машинаны жасап жатқан кезде, арба ол кезде мысалы тарсылдатып жанында шам жағып тұрып, соның машинаның детальдарын бәрін суықта тамағын жасап беріп, сол машинаны құрап шығуға көмектескен адам, ол сол әйелі болды. Сол әйел барлығы сенбей, мынау не істеп жатыр, мынау жынды ма деп жатқан кезде, соған сеніп, жаңағы ол кезде светтің жоқ кезі, мысалы шам жағып беріп отырған сол әйел болады да, сол арқылы ең көлікті айдап шығады. Сол кезде айтқан сөзі ғой, мен бәрін алып қойсаңдар да алып қойыңдар, бірақ менің жанымда әйелімді қалдырыңдар, менің ақылым бәрі өзімде қалады, мен сол арқылы қайтадан осындай құрап аламын деген екен.
әдеби кітаптар, тағы да көптеген кітаптар оқыдым мен, бірақ ең маңызды көмектескен есімде қалған кітаптар осылар. Қылыш самурайды оқымадыңыз ба? Самурай без меча. Жоқ, оқымадым. Соны оқып көріңіз. Өте керемет. Біз мысалға бір компанияны аяқтан тұрғызамыз, қарыздан құтыламыз деп жүреміз ғой. Ол жақта Хидеоси дейтін жапондық бойы 1,5 метр. Ол айтады кітапта. Адамдар маған қараған кезде мен адамға ұқсайтын маймылмын ба, әлде маймылға ұқсайтын адаммын ба, соны ажырата алмайтын дейді. Бойы 1,5 метр. Ол жақта самурай болу үшін бойы 1,70 метрден жоғары болу керек. Оның маңдайына самурай болу жазбаған. Бірақ ол тек қана самурай емес, ол әмірші болып өмір бойына 300 жыл соғысқан провинция, 66 провинцияның басын қосқан. Өте мықты стратег. Оны оқысаңыз, мен сізге айтайын, бір 2 күнде бас көтермей оқып тастайсыз. Өте керемет. Мысалы біз жүрміз ғой, мысалы бірдеңе істеу керек еді, бүйту керек еді деп. Ол адам каким-то образом соның барлығын жасаған. Өзінің ойы, мышлениясы, бірінші қай әміршіге бару керек, соның барлығын анализ жасайды. Көрдіңіз, қай провинцияға бару керек, кімге көмекші болу керек, соның барлығын анализ, қазіргі тілмен айтқанда анализ рынка дейміз ғой, бизнесте. Соның барлығын жасап жүзеге асырған. Жақсы кітап екен. Сен айтып отырғаныңызға қарап, мен өзімді представлять етіп отырмын да. Неге? Өйткені ол жерде бір мақтан үшін емес айтып отырған. Өйткені мені де сыртыма қарап, мынадан қандай кәсіпкер шығады деді. Мынау ауылдан шыққан, 2 сөздің басын қосылатын адам емес, өзі қарызда жүр. Сонда мынау қандай неме? Бірақ жаңағы мен стратегияларымды, менің алып жатқан білімімді, менің алдыға қойған мақсаттарымды білген жоқ қой. Содан кейін орыс аудиториясына барған кезде де мысалы өй деп свысока қарап, ауылдан шыққан қандай неме деп. Қазір қарап отырсақ, мысалы орындалды ғой, Аллаға шүкір. Ары қаратай да біздің, мысалы қазір бізде сырттан қарайды да, тоже мыналар ой что там, не деп ойлайсың деп мысалы айтады. Бірақ біздің ішке қойған, командамен қойған, алға қойған мақсаттарды барлығын білмейді де мысалы. Керемет. Сіз анау қарыздан шығып, енді көтеріліп жатқан сәттеріңіз есіңізде шығар. Ана говорящий головамен айтып, міне мен мынаның ақшасын бердім, міне сөйттім деп. Сол кезде енді аяқтан тұрып келе жатқан кезде бұның барлығы өтірік, бұл ертең көп кешікпей сотталады деген әңгімелер сыртыңыздан жүрді. Ондай әңгіме негізінен алыстан келмейді. Өзіміздің танитын айналамыздан, жақындардан. Естідіңіз ғой яғни? Мен өзім естідім. Сондай болды, өзім естідім. Естігесін енді айтып отырмын бұл әңгімені. Енді бұл қайдан шыққан әңгіме? Неге олай болды? Сіз жеңілдік жасамадыңыз ба? Болмаса жолын кесіп кеттіңіз ба? Осы туралы не айта аласыз? Мен күтті жалпы адамдар сіз сотталады деп. Күтті ма даже? Күтті. Енді болмай қалғанына бәрінен кешірім сұраймын мен. Олардың күткендерінің. Бірақ менің жоспарымда ондай жоқ болатын, сотталу деген. Құдай сақтасын. Мынандай нәрсе. Ең оның барлығында жауап бар негізі. Қызғанышта. Қызғаныш. Мен өйткені көп жерде көрдім оны. Өз тәжірибемнен де өтті. Мысалы мынандай жағдай болды. Как раз психологияға бет бұра бастаған кезде Болат Амирханов деген бар, соған көптеген адамдар барып, психологиялық өзімді өттік, мысалы оқып, қарап команданы оқытып жатқан кезде, бір өзімнің жанында жүрген, мен одан бұрын ақша алып жүрген, мысалы қарыз болып жүрген кезде, сол кездерде звондайды да маған. Атын түсін түстемей қойын, сол звондайды, соны бір кезде айтады. Талғат, сен білесің, мен қазір осындай неме курсты өтіп жатырмын деп айтқан жоқ. Мен осындай сен кешір менен, осындай мен өзім саған звондап жатырмын. Мен қызғанышпен өзім жолымды өзім жауып қойыппын ғой. Өйткені сен кезінде қарыз болып жүрген кезде менен келіп қарыз сұрап жүруші едің дейді. Кейін кезде қарыз сұрамай кеттің, сен еще өсіп кеттің дейді. Менен де бірнеше есе өсіп кеттің дейді. Содан кейін мен ойладым дейді, бұның бәрі өтірік.
бұл скоро жаңа сіз айтқан сияқты сотталады. Бұл өйткені менен қарыз алып жүрді, ол қалай аяқ астынан көтеріліп кетті, мүмкін емес. менен деңгейі оны өсіп кетті деп сондай деп ойлағам дейді. Ана даже комментариялар жазып, скрытый немелерден, аккаунттан өз комментарий жазып, бұныкі маска, бұл өтірік деп мен сөйтіп жүргенмін дейді. Мен саған мойындайын, сөйтсем мен өзім дұрыс істемей жүрген екенмін ғой, Талғат сен мені кешір, осындай деген кездерде адамдар болғанда. И қазір жақсы араласамыз ол кісімен, и қазір айтады, молодец, мен мойындаймын сен. Восхищение. Осы немеге деңгейіне жеткен. И оның да жол ашылды да. Ішіндегі қызғанышын бәрін алып тастады, мойындады, болды. И онда да ешқандай неме жоқ уже болды. Көрдіңіз бе? Вот мен ойлаймын, ол сол үшін айтылатын адамдарда да. Көрдіңіз бе? Өйткені кезінде жағдай болады, мен олардан төмен болып жүрген шығармын. Вот білмеймін, қарызымда бір алған адамдар таныған, білген шығар мысалы. Содан кейін сондай нәрселерді айтқан шығар да. Ол бірақ мен проблемам емес те. И сондай адамдар өте дұрыс айтасыз, ортақ жаныңызда біліп, сіз оған ашылып, менде негізі ешқандай да бір құпия нәрселер жоқ. Мен бәрін өзім-ақ айтып жүремін де. Сол кездерде, может, сондай естіп, көріп, біліп, мынау скоро бітті, міне сотталады деп сөйткен адамдар шығар. Скорее всего, сондай деп ойлаймын. Өзіңізге жетпеді ме ондай әңгіме? Қаншамасы жетті, қаншамасы. Жаңа айттым ғой, міне бірақ адам пример өзі мойындап, өзі шығып, кешірім сұрап, и все, одан уже арғартай проблем жоқ онда. Содан кейін енді көп адам сенбейді. Мен осы айттым ғой, ол кітабында да жазылды. Талғат тез көтеріліп кетті. Бұл проект. Бұған беріліп жатқан медальдар, яғни мемлекеттің проектісі бұл. Болмаса Назарбаевтың проектісі екен деп айтты. Болат Назарбаевтың проектісі. Болмаса анау бүйтіп отыр екен, көкесі бар екен, бір бүйтіп отырған, сөйтіп отырған. Таскескенде бізде 92 шақырым дейді, ауылға 8 шақырым жерде біздің кафеміз бар, әкемнің. Сол жерден олар алып басындай алтын тауып апты. Енді сол алтынды шетінен жаңа өткізіп, солай істеп жатыр екен. Мен сонда түсінбеймін, адамдар таза еңбегімен рас мынандай заманда жетіп кетті дегенге сенуге өздерінің, білмеймін, эгосы, қызғанышы сондай қалай жібермейді деп. Мен өзім былай ойлайтын, біз айттым ғой, бизнес тренингі индустрияның ортасында жүргеннен кейін, мысалы, мен восхищать ететім керісінше. Сол жаңа Қайрат Құдайберген, Ларион Лян, жаңағы жүрді ғой Марғұлан ағаларымыз қазір. Мысалы, мен бүйтіп ойлайтын, Марғұлан ағаның жасы менен, мысалы, бірнеше ондаған жылдан артық, мысалы. Яғни Талғат, сенде мүмкіндік бар. Ондаған жылдарды босқа жібермей, сол тәжірибе, сол білімді алып, сол жасқа келген кезде сенде солай жүруге мүмкіндік бар деп солай көрсететін. Содан кейін, мысалы, жаңағы сол кездегі хит болып, ортада жүрген адамдарды мен ойлайтын, Талғат, сенің де кезең келеді сондай жүруге. Бірақ сен сол кезеңге дайын бол. Және де ол кезде воздух болып қалма, қуыс кеуде болып. Соның барлығын нақты адамдарға пайдалы болатындай білім жина деп осылай ойлайтын да. Ешқандай бір ананы көріп, керісінше қызғаныш емес, керісінше менде восхищение болатын. Любой бір көрген адамдардан восхищение. Енді бірақ өтірік жасап жатқандарын потом көрсем, уже отвращение келеді. Мынау өтірік екен ғой, мынау бәрі дұрыс емес екен ғой деп. Сондай нәрсе келетін де. Сондықтан бір нәрсе бұл жерде көбіне жеткізгім келетінін, қызғаныш арқылы сен өзіңнің ішіңде өзіңді жеп жатсың ғой. Соны сөз айту арқылы, оны білмей, сөз айту арқылы, енді кім қазір былайша айтқан кезде сол айтып жүрген адам кім нені дәлелдей алды да? Көрдіңіз бе? И ол өзінің, сіз міне өзіңіз естідіңіз, соны айтып отырсыз, кезінде солай айтқан еді сізді деп. И мен оны қазір басқа деңгейде естіп отырмын мысалы. Көрдіңіз бе? Сондықтан да вообще негізі ешқандай сөзге қарамау керек. Потом қарыз деген болмаса кедейлік деген ол сіздің маңдайыңызға таңбағы басып тастаған нәрсе емес. Керемет. Сіз одан өтіп керісінше қарыз болып жүрдіңіз ба, қарыз емес. Кедей болып жүрдіңіз ба, мысалы әулетіңізде алыңызда миллионер болыңыз, миллиардер болыңыз. Сол әулетіңізді алып шығыңыз содан.
кедейліктің жібін үзіңіз дейсіз. Жауабыңыз сол болсын. Жауабыңыз сол болсын. Оларға сіздің міне деп күту өте көп қой. Негізі әсіресе табысқа жеткен кезде, қоғамға пайдалы болған кезде көп адамдар сондай сөз айтады. Көп адамдар болғанда 95% адамдар айтады. 95% адам сен егер ашық болып соның барлығын көрсетіп берсең, олар білет, көрет, еңбегіңді мойындайды, айтады. Олар танымайтын адамдар ше. Мүлде сені танымайтын адамдар, қолдаушы адамдар мүлде танымайды. Именно танитын адамдар, солай. Сені білетін адамдар, олар көре алмай қызғанып, керісінше сөз айтатын адамдар солар да. Ол рас. Мысалы, Аллаға шүкір, мына медальді алып отырмыз ғой, мысалы. Ерен еңбегі деген медальді берді, рахмет, Алла разы болсын. Бірақ мен оны алам деп сол медаль үшін жұмыс жасаған жоқпын. Сондай сұрақтар да болды. Талғат, медальді қалай сатып алуға болады? Кәсіпкерлердің бәрінің ойы, бизнесмендер сразу бүйтіп сатып ала сау. Мен айтамын да, оған сенің оны сатып алуға ақшаң да жетпейді деймін, бірінші. Санаң да жетпейді деп. Көрдіңіз бе? Ол сатып ала салатын нәрсе емес. Халықтың ең басты жаңағы медальдан да жоғары, Аллаға шүкір, президентіміз ол еңбекті бағалап, жаңағы облыс басшысы бар, беріп ұсынып, соны беріп жатыр. Аллаға шүкір дейміз, ол еңбектің ақталған. Но ең үлкен алғыс ол халықтың алғысы. Халықтың батасын алу. Мен сол кезде тойын жасап, ауылымның жолындарын жасап, жаңағы ауылға көмектесіп бастап, ауданға көмектесіп бастап, қайырымдылық шаралар жасап, мен ешқандай медаль күткен жоқпын. Оның бәрі жылдар бойы жасалып келгендегі еңбектің нәтижесі. Сол сияқты әлеуметтік желідегі де. Қазір егер чат GPT шықты ғой, мысалы, Талғат Сақан кім деп жазсаңыз, сізге ол чат GPT-дің өзі жазып береді. Талғат Сақан ауылын көтеріп жүрген кәсіпкер, кезінде шемішке сатқан, және де наставник Сайтмұрат Давлатов, Кюфот бар компаниялардың иесі осындай да. Ал егер мен Инстаграмға, әлеуметтік желілеріме өзімнің құр қыдырып жүргенімді, болмаса бір басқа бір нәрселерді құрғана сала беретін болсам, қазір ол мынау 2016-17-де мен әлеуметтік желінің басталғаннан толтырып келатқан дүниелер, вот ана жемісі. Сол сияқты медальда сондай жемісте. Сіз анау баяғыдан жасап келатқан жемісіңізді береді. Содан кейін мынандай нәрсе бар ғой. Ол медальді сіз кеудеңізге тағып тұрғанда, сіз өзіңіздің ішіңізден мен достоймын ба осы медальді алуға? Әрине. Или недостоймын ба? Адам кімді алдай алмайды, адам өзін-өзі алдай алмайды. Сол кезде тағып тұрған кезде басыңды тік көтеріп ұстап тұрып, міне мен достоймын осыны деп айта аласың ба? Вот осы нәрсе бар да. Керемет. Келсем, ол енді бұрынғы жүріп жатқан әңгіме ғой. Енді қазіргі жүріп жатқан әңгімені айтайын. Ел құлағы елу дейді ғой енді. Қазіргі жүріп жатқан әңгіме былай, сізге айтайын. Болашақта президент Ерлан Карин болады. Оның советнегі Талғат Сақан мырза болады деген әңгіме қазір елдің арасында жүр. Оған не айта аласыз? Саяси менде ешқандай қойған амбиция жоқ. Ерлан Каринді танымаймын да, көрген де адам емес. Вообще ол кісіні сөйлесіп те көрген жоқпыз. Сыртынан жаңағы әлеуметтік желілер арқылы былай көрмесем, вообще ол кісіні көрмеген адам. Бірақ дастархандас болмадыңыз. Дастархандас да болып көрмегенмін. Қазір анау Балғынбек ағамызды айтқан сияқты қылып, мына жерде приколға келіп, көрмеген адам деп сондай приколдар кетіп қалып жүрмесін. Бірақ видеоларыңыз шығып тұрмасын. Сондай. Бірақ мен осы эфир жазылып жатқан кезде ол кісіні көрмегем, сөйлеспегем, ешқандай бір контакт болмаған адам. Вообще ол кісі мен туралы даже білмеуі де мүмкін, мен танымауым мүмкін. Вот сондықтан жақсы екен онда сондай қылып айтып жатса. Бірақ шақырса барасыз? Жоқ, ондай пока ой жоқ. Менікі мынандай нәрсе ғой, көтере алмайтын ай балтаны дейді, жаңағы ең артпа дейді. Қазір көптеген енді депутаттар бар, көптеген осы саяси алаңда жүрген адамдар бар, бірақ күлкілі жағдайларға қалып жатыр да. Оның барлығы неге? Оның барлығы сол саяси білімі болмағаннан кейін, аяғынан бастап
халықтың ішінде жүріп ауылда қандай әлеуметтік сала болсын, экономикалық сала болсын, халықтың әл ауқаты, жағдайы қалай екен, соның барлығын біліп алмай, олардың барлығын шешетін деңгейдегі білім тәжірибесі болмай, оны өз көзімен көрмей ауылдарды аралап, мысалы, оның су мәселесі, жолдар мәселесі, жарықтандыру мәселесі, содан кейін қаржылық сауаттылық деген мәселелер бар, мысалы, солардың барлығын, ауыл шаруашылығындағы қаншама жұмыстар бар, жер мәселесі бар, мысалы. Мен қазір өзім Аманат партиясына мүше болып сол жақтамын. Сол кездегі Аманат партиясының өзінің жүргізіп жатқан президентіміздің жолдауында айтқан әрбір саясаты, мысалы, өте ол жерде көптеген жұмыстар жасалуда да, мысалы. Сол және осы айтып жатқан мәселелердің барлығын мен сол жақта жүріп көріп жатырмын. Сондықтан ол оңай емес. Ана жерге барасап, советник болып отырып, ой, ондай деген оңай емес. Және де әкімдікте мен аппаратта жұмыс істеп көрдім. 3 айға дейін ғана былайша айтқанда жетті. Қалай екен? 3 айға Іш пыстыра ма екен? іш пыстырған емес. Мен мысалы енді қараңыз, мынандай нәрсе айтар едім. Мысалы сол Марғұлан Шембай ағамыздың оқуына бардық, $100,000 деді, $80,000 деді, бірақ $80,000 сатып алып, ортасынан енді әртүрлі жағдаймен кетіп қалдым. Потом әртүрлі наставнигіміз болсын, Сайдмұрат Давлаттың $150,000 дейін курстарын алып, мысалы, содан кейін барып әртүрлі курстарды өттім ғой енді. Сол жердегі ақша беріп сатып алған қаншама жылдардағы жинаған тәжірибеден гөрі менің сол аппаратта істеген 3 айым өте көп тәжірибе берді десем айта аламын да. Керемет. Неге? Өйткені қараңыз, субординация, адамдармен қарым-қатынас, сол жердегі адамдармен қарым-қатынас. Одан кейін әр ауданға бардық, мысалы біздің Үржар ауданынан бастап, Мақаншы аудан, Барадулих аудан, Бесқарағай, бәр аудандарға барып көріп, о жақтағы халықтың нақты түрде, бізде бизнесте былай енді көп нәрсе деп көрсетіледі ғой, ан жақта нақты өз көзіңмен көріп жағдайды. Мен сол акиматқа барып жұмыс істемегенге дейін қар өзгеріп кетеді екен деп жүргем. Оказывается, сол көктемдік науқанға дайындалады акиматтар. Оның жаңағы алдын ала көпірлердің астын тазалап, суларын қалмасын. Соның барлығын көшедегі жүрген итке дейін, былайша айтқанда, акимат жауап салады. Мен акиматта жұмыс жасап жатқан адамдарға былайша айтқанда ескерткіш қою керек деп ойлаймын да. Неге? Өйткені бизнесте біз қараңызшы, мысалы, таңертең тұрып аласың да, ой, мен тауға шығып бара жатырмын, бір керемет іс бітіріп тастаған сияқты, 10,000 қадам жүруіміз керек деп жүресің де. Ана жақта жүрсең, сен 10,000 қадамды бірнеше есе жасап тастайсың, и ол еще сен ол еңбегің бағаланбайды да. Сөз естейсің. Ал ана жақта өрт болды, мысалы, барып, өртпен айналысып, оның бәрі сол мемлекеттік қызметкер өшіретін. Жан таласып жүгіріп жүріп, 10,000 адамнан жерде 100,000 адамды өрт тастайды. Әкімдіктер, мысалы, жаңағы жұмыс жасап жатқан, оны өз көзіммен көргеннен кейін айтып жатырмын. Олар бір мақтаған неметке емес, мен мысалы қазір шыққанда мемлекеттік қызметте емеспін. Бірақ соны біз бағаламаймыз. Мысалы, мынандай жағдайларға да куә болған кезім болды. Жаңағы бір свет жанбай тұр, столбтағы бір свет. Сонда ананы бір еркек қойшы, еркек түсіріп алып, акимат, қайда қарап отырсыңдар? Мына жерде мына свет жанбай жатыр дейді. Сол кезде орманда өрт болып жатыр. Там облыс әкімі, қайда қарап отырсың? Мынаны кеп, и облыс әкімі сонда ормандағы өртті өшіру керек пе барып? Свет жағып. Или ана светті кеп лампочка орап жүру керек пе? Деген әңгіме ғой. Сондықтан да мемлекет өзіміздікі ғой. Тәуелсіздігіміз бар, Аллаға шүкір. Оны сол түсіріп тұрған видеоға адам өзің келде барда бұрақ қойсайшы келде. Оны акиматқа жүктеп қоймай. Кезінде, совет өкіметті кезінде өмір сүрдік, мысалы, кеңес дәуірінде. Біздің шопандарымыз, болмаса жарайды, полияда жұмыс істеген астықпен, мысалы, Целиноград деп неттіге. Сол кезде, анау Москвадан отырып басқарған кезде, просто бір мақтау қағазын, болмаса медаль алу үшін бүкіл ана жерде 10,000 адам жасамақты көр, күні түні ұйықтамай жұмыс жасалды. Дұрыс па?
ал сол кезде біз 15 республика болып өзіміздің тәуелсіздігімізде жоқ болды былайша айтқанда. Енді қазір тәуелсіздігіміз бар ғой. Тәуелсіздігіміз бар кезде маған мысалы айтып тұрмын ғой, мен Аллаға шүкір, Аллахтың қалауымен еңбек жасағанның арқасында қоғамға пайдалы болатындай өзімнің бала шағамды неткізіп мүмкін екен, Қазақстанда солай жасауға мүмкін екен. И солай міне мүмкін көрсетіп жатырмыз, бар екенбіз. Қарапайым ортадан шықтық, ауылдан шықтық, қалаға келдік, қарызға кірдік, барлық бірақ мемлекет маған ешқандай кедергі жасаған жоқ қой. Бай болуға деген. Көрдіңіз бе? И сол сияқты сондай түсінікті қалыпты. Енді сондай міне тәуелсіздігіміз бар, Аллаға шүкір. Онсыз да мына сыртқы саясат, ішкі саясат, сыртта арқырап, екі жақтан айдаһарымыз бар, мына жақтан жаңағы аюымыз бар, қарап отырған кезде өзіміз қаңтар оқиғасын жасап, өзіміз мынандай жүгіріп жүретін болсақ, ол дұрыс емес деп ойлаймын да. Сол қаңтар оқиғасында сырттан келіп ешкім еткен жоқ қой, өзіміздің бәрін өртеді, қиратты, жақты. Ал соны восстановить ету үшін қаншама ақша кетті. Ол ақша қайдан кетті? Миллиардтап, а ол ақшаны біз басқа жолымыз жасауға, әлеуметтік жағдайларды, ұстаздардың басқа нәрселерге жұмсауға мүмкін еді. Болатын еді. Вот сондықтан осындай жағдай бауырым, ана советник, анау мынау деп айтатындай ондай ешқандай ой жоқ, бірақ ең бастысы халыққа пайдалы болу. Ол жерде рас пайдалы болу, білімім арқылы, тәжірибем арқылы. Ешқандай бір амбиция қойып отырған жоқпын, үлкен мәмеден көрінейін деген. Ауылымда да, ауданымызға да, облысқа пайдалы болып, ары қарай Қазақстанға пайдалы болу үшін ең басты мақсатым осы. Керемет. Енді сіз жаңа қарызда жүріп, сол қарыздан құтыламын деген ниет болды ғой сізде. Алланың қалауымен миллиардқа жеттіңіз, миллиардер атандыңыз, елдің, халықтың алғысын алып жатсыз, жастарға үлгі болып жатсыз. Кім біледі, мүмкін қазір сізде ондай амбиция болмағанмен болашақта өздері шақырып қалар, кім біледі дегенім ғой. Жоқ, жарайды, оны болашаққа қалдырайық. Және де міне жүгіріп жүріп, жаңа айтып тұрмын ғой, 10 мың шарт жасайды ғой мемлекеттік қызметкерлер, бәріне жауапты. И алатын еңбек ақылары да мардымсыз ғой. Мардымсыз, ойлаңызшы. Мен енді жаңағы аппаратта істедім, айтып тұрмын ғой, мен айтам, мен 260 мың теңге осылай деп сторисқа шығарған кезім болды. 260 мың теңге алам десем, сонда жаңа бір-екі дайректке жазып жатыр да, басқа өңірлерден, сіз 260 аласыз ба? Біз 20 мың теңге зарплатаға істеп жүрміз дейді, мысалы. Ойлаңызшы. Қандай жұмыстар істеп жүрді. Сондықтан осы жолы брифинг Астанада облысымыздың басшысы Берік Уәлиұлы барып, жаңағы журналистерге облысымыз бойынша сұхбат берді. Сол жерде мен оны өзім әлеуметтік желімде де жарияладым. Сол кезде мен облысым үшін жаным ауырады деп, ол кісі жүрегі елжіреп тұрып айтып тұрды. Расында да сол әрбір азамат, мен ойлаймын, сондай болу керек те. Туған жерге туымызды тігіп, мына миллиардтаған ақшаларымызды шет елдерден недвижимостьтер алып, мүліктер алып, ана Форбстан көрініп жатқанымыз не керек? Ойбай, 1-ші орын, 10-ші орын, 50-ші орын деп. Бірақ оның нақты біздің халыққа, елге, жерге пайдасы болмаса. Керемет. Енді алдында сіздің Instagram парақшаңыздан сіздің бір видеоңызды көріп қалдым. Сіздің жылап отырған видеоңыз, жолдасыңыз сізді жұбатып отырған. Ол не жағдай? Айта кетсеңіз. Ол кезде ол қуаныштың көз жасы. Үйге мен туған күнім кезі. Туған күнім кезінде менің Кюфот бар командам келеді. Кюфот бар командам келеді, дастархан жайып, барлығымыз отырмыз. Соң олар маған тосын сый жасаған екен. Сюрприз дейді ғой, дұрысы. Сол тосын сыйда олар маған альбом жасап алып кепті. Біздің Кюфот бар компаниямыз қалай құрылған кезі, алғашқы біздің жаңағы салондарымыздың деңгейі, менің сол күн түн демей жүгіріп жүрген кездерімнің солардың бәрі суреттерді алып келгенде, соны мен бүйтіп көріп отырам. Содан кейін ақырында менің бір арманым болған. Мен оны 3-4 жыл бұрын сол арманда, 2 жыл бұрын сол командаға келіп айтқам.
Енді командамен біз өте көптеген тимбилдингтер жасадық, ауылда той жасаған кезде Алакөлге барып сондай. Сол кезде бірақ айтқам, мен командамды сендерді шетелге апарып демалтсақ қой. Біз 50-60 адам барып, топ менеджмент мысалы басқаратын сол, бәріміз барсақ қой бала шағамызды алып деп сөйтіп айтқан болатын да. И соны олар естеріне сақтап апты да, сонымен бүйтіп альбомның ең ақырына келген кезде сізге компанияның атынан, командаңыздың атынан Египетке бала шағаңызбен және біз барамыз жаныңызда командамен сізге осындай тосын сый деген кезде менің жаңағы арман мақсатымды ұмытпай командам соны тосын сый қылып жасап тұрғаны, сол үшін мен көзіме жас алдым. Әкем отырды жанымда, анам бар, жан-жарым бар. Қаншама еңбек, қаншама тер жатыр ғой жерде. И сол менің арманымды командам іске асырып жатқаны, сол өте бір енді қандай енді ана жерде тас жүрек адам болсаң да жүректі қозғап жіберді. Сол сондай кез болды да. Сол үшін көзге жас алған кез болды. Ол қуаныштың көз жасы. Енді көп подкасттарды мен түгел сіздің подкастыңыз басынан аяқ қарап шықтым. Өте ақпарат өте көп екен. Бірақ енді сіз әр подкастта жолдасыңыз туралы айтқыңыз келеді, бірақ көп жаңағы сұрақ қоюшылар ол жағын көп ашпайды. Сіз өзіңіз ашыла алмай қаласыз, сонымен тұншығып сөйтіп қалған сәттерді мен өзім байқадым да. Енді осы сұрақты қойғым келіп отыр. Әрбір жаңа жетістіктің артында әйел адам тұрады ғой. Жаңа аналарымыз деген сияқты, жолдасымыз деген сияқты. Ол жолдасыңызбен қайда, қалай таныстыңыз? Менің арайым, мынау ер жігіттің өмірде бір нәрседен қателеспеу керек дейді ғой, жар таңдаудан дейді. Мен сол жар таңдаудан Аллаға шүкір қателеспегеніме Аллаға мың-да шүкір деймін. Өйткені арайыммен біз бозбалалық шақта ол таныстық, мысалы қыз бала болған кезінде. Содан кейін екеуміз 2 жылдан аса 3 жылдан жүрдік, 2 жарым жылдай. Содан кейін барып ол менің мысалы еш нәрсем жоқ кез ғой. Просто боз боласың, болып жүрсің. Әйтеу ананы жасап жүрген сияқты, мынаны жасап жүрген сияқты. Ол кезде мен даже Инкар деген фирмада істеймін, медикамент сатамыз. Мен водительде болып, экспедиторде болып жүрген кезім. Сол кезде танысып, содан бастап мен жанымда жаңағы екеуміз Семейге барып тұрған кезіміз бар, квартирада. Содан кейін ең алғашқы тұңғыш қызымыз сол дүниеге келетін кезде бір қызық жағдай болды. Мысалы, ол кітапта жазылған. Сол кезде арайым екеуміз квартирада тұрмыз. Ақылбек, Тілек деген сокурсник достарым бар. Содан кейін солар бізге квартира дайындап қойған, снимать етіп. Соны больницаға бару керек, енді баланы немеге қарап отыратын немеге тұрғызу керек қой, учет дейді ғой, мысалы сондай. Сол кезде больницаға барамыз, бізді қабылдамайды ғой больницада. Содан кейін прописка жоқ ол кезде. Прописка дегенде ол кезде көп қарайтын, сон пропискаларың жоқ, біз сендерді қабылдай алмаймыз дейді. И мен араймен екеуміз сол кезде автобусқа отырдық. Біздің тура 72-ші кварталда үйдің жанына келіп остановкадан түскен кезде арай жерге отыра салады да, кішкентай бала сияқты жылайды да. Бізде дейді, не үйіміз жоқ, не пропискамыз жоқ, біз бала туайық деп жүрміз. Ойлашы дейді, енді біз қалай бұның барлығын сен етеміз, не ақшамыз жоқ дейді, жылайды ана жерде отырып. Сол кезде менің әкем енді ондай тәрбие бермеген, ол кісі жауапкершілікпен бізді бақты қақты өсірді ғой. Ер адам сол кезде өз семьясы үшін, өз жанұясы үшін жауапкершілік алу дегенді, сол кезде мен өзіме де ойладым да, мен қандай еркекпін, ой, арасында да бала шағамды ете алмасам. Сол арайдың сол кезде қолымнан бүйтіп көтеріп, тұр деп тұрғызып алып, айтқам, ешқашан еш нәрседен тарықпайтын боласың, баланы қазір платный отделениеге барып атқызып, сол жерден анаркамыз, тұңғышымыз, сол платный немеден пропискамыз жоқ болса да, өзде сол семейде ЦГБ дейді, сол центральный городской больницаның жанында, сол жерде жатып,
платный емемен солай дүниеге келіп солай нетті. Содан бастап ол арайым жаңағы жанында әрқандай кезеңдерді мен ер жігіт ол бар кезде сыналады дейді, әйел адам жоқ кезде сыналады дейді. Жоқ кезімнің бәрінде сыналып келіп, әртүрлі сөзге де қалып, әртүрлі жаңағы жанұя болғаннан кейін атсаяқ сылдырламай тұрмайды дейді. Менің қателіктерім барлығын кешіріп, жаңағы еркек ретінде қателіктер жасаған, мысалы, соның бәрінде үйде айтып тұрмыз ғой, кей кезде арайым негізі риза болатын, ол үнемшіл, сабырлы, және де әр әкелген нәрсені Аллаға шүкір деп іске жаратып отыратын адамда. Сондай кездердің бәрінде, мысалы, біз өжеттерге келіп неткен кезде де бір комнатада тұрған кездеріміз бар, мысалы. Соның барлығында ол сабырмен шыдап, қазір осы жетістікке жеткізген бірден бір адам сол деп айтатын едім. Менің айтып тұрмын, қаншама қателіктерім болды. Енді айтып тұрмыз ғой, ер адам болғаннан кейін көптеген қателіктер жасап қоясың, мысалы. Ел мақтаған жігітті қыз жақтаған. Иә, сондай қателіктер жасаған кезде арайым соның бәрін кешіріп, осы деңгейге жеттік те. Сондықтан да ана жерде ол енді жоқ болған кезде сыналды, бар болатын деңгейге жеттік менің жанымда. Енді бар болған кезде мен сыналып жатырмын да. Енді жоқ болған кездегі сыннан өткен арайымды, жан-жарымды былайша айтқан кезде ол жерде енді мен еркек ретінде сол сыннан неге өтпей қалуым керек? Керемет. Сондықтан да жанұяда ең бастысы түсініспеншілік, және де еркектің мықты болуы, ол мен мықтымын деп кеудесін кере беру емес, керісінше жанұяны сақтап қалып, сол жанұяға жауапты екенін көрсетіп, сол жанұядан, мысалы, жаңағы Аллаға шүкір көп балалы отбасымыз, ол жаңа айтып отырмын, мемлекетіміздің ең басты капиталы жаңағы адам десек, сол адамдарды дүниеге әкеп, сол адамдарға дұрыс білім беріп, жаңағы оларды қамтамасыз етіп отыру, мен ойлаймын, сол адам өмірге өте пайдалы адам деп, қоғамға да пайдалы. Сондықтан қазіргі жағдайда көп еркектерде осымен сыналуда, сыннан өтпей қалып жатқандар да бар. Ал жалпы ол да бір жаңағы қарыз сияқты, лудомания сияқты, бұл да бір үлкен қоғамдағы проблема болып тұр қазақтағы. Қазақта негізі жетімдер үйі болмаған, қазақта қарттар үйі болмаған. Біздің салт дәстүріміз, үлкенге деген құрметіміз, тәрбие өте жоғары деңгейде болған соншалық, жаңағы айтып тұрмын ғой, сондай бұнау кеңес дәуірі келгеннен содан бастап қарттар үйіне апарып тастау пайда болды, балалар үйі көбейді, мысалы жетімдер үйі. Қазір мынау дамып батыстың кіріп бара жатқан соншалықты уже адамдар жаңағы лудомания, басқа деген суицид, басқа немелерге кіріп жатырмыз. Сондықтан өте өкінішті, біз түбірімізді ұмытпауымыз керек қой. Осына салт дәстүрімізді, ата-бабамыздың кезіндегі қазақи соған біз келетін болсақ, Аллаға шүкір өте мықты мемлекет болатын болушы еді. Амин. Сол күнге жетейік. Амин. Сіздің енді инста парақшаңызды түгел қарап шыққам. 2000 публикация жасапсыз. Ол үлкен еңбек, маңдай тер, бір рилстің өзін монтаждап салу оңай емес. Бірақ десек те аудиторияңыз аз екен. Менің ойлағаным, Q-Photolpar'ды өз мамандарына тапсырғансыз, жаңа генеральный директор, бас менеджер, жаңағы бас бухгалтер деген сияқты. Инстаңызды өзіңіз жүргізесіз бе, әлде неге мамандарға тапсырдыңыз ба? Неге сіздің аудиторияңызды 80 мың адам көру керек? Неге 800 мың емес? Неге миллион емес? Деген сұрақ туындап тұр. Өйткені сіздің жасап жүргеніңізді 80 мың емес, миллион адам көру керек. Өйткені сіз жолдасыңызға гүл сыйлап, қаншама отбасыны ажырасудан сақтап жатсыз, қаншама жастар суицидтен сақтап жатсыз. Осы жақсылықты
неге көп аудиторияға көмектесіп, неге аудитория жинауға көңіл бөлмейсіз деген ой туындап тұр. Өте жақсы сұрақ, өте жақсы сұрақ. Біз қазір накрутка жасап, таргетке жіберіп, ақша салып, болмаса ешкімге пайдасыз видеолар түсіріп, жаңағы ақша беріп, ақша таратып, пранк жасап, аудитория жинауға болушы еді. Хейт жасап, мысалы, жаңағы бір специальный нәрселер жасап, мысалы. Бірақ мынандай нәрсе ғой, бауырым, өкінішке орай қазір қоғамның назарының барлығы жеңіл нәрсеге ауып тұр да. Ал мен жеңіл нәрсе болғым келмейді. Мендегі аудиторияның осы санының аз болуы сапасының төмен екенін көрсетпейді. Керісінше ізденген, алдына мақсат қойған, қарасаңыз өте хейттер жоқ. Комментариялардың барлық тілектес тілеулес адамдар, қанша жылдан қарап біліп келетқан адамдар, өмірлерін нақты өзгеріп келетқан адамдар. Сондықтан маған саннан гөрі сапа маңызды. Сол үшін де біз командамызда, мысалы, бірнеше алдында осы жаңағы Instagram мәліметтік желілерді жүргізген команда болған, барлығы айтқан, накрутка жасайық. Қазір мынау өте үлкен миллиондаған аудитория жинап беретін, накрутка жасайтын мықты мен деген жаңағы осы саланың мамандары да хабарласқан. Ой, тәке, көп енді. Барлығы біз сізді бүйтіп жүреміз, сөйтіп жүреміз, ой, тем более ақшаңызда жетіп тұр ғой оған, былай істесек деп. Мен өзім оны қалаған жоқпын. Бір рет жаңағы айтып тұрмыз ғой, 83 миллион теңгелік костюм сатып алып, күлкі болып, жаңағындай қателік жасадым. Екінші рет клоун болғым келмейді. Қателігіңіз қайталағыңыз келмейді. Клоун болып, жаңағындай нәрселерді істеп, жеңіл-желпі, бірақ ешкімге пайдалы жоқ нәрселерден, ондайдан қажет не? Саннан гөрі сапасы, ақырын командамызбен, міне кітабымыз жазылды, кітабымыз пайдалы болса, әртүрлі ойлаған, нақты халыққа пайдалы болатын командада, жанында уже жеңіл нәрсе емес, қоғамға пайдалы болатын нәрселер жасайық деп командада оны түсініп, командаға сондай адамдар жиналып, олар да расында да, ой, қойшы, мысалы сондай нәрселерді көрсе айтады, ол кісілер айтады, ой, мынау болмайды ғой, сізге келмейді ғой мынау. Сізді біз расында да қоғамға пайда, мен 20 мың подписчикпен жүрген кезім болды. Аллаға шүкір, қазір осы команданың арқасында біз осы деңгейге жеттік. Бірақ бұнда жиналып жатқан адамдардың барлығы сапалы адамдар, ізденген. Ал енді просто мен ақша бер деп күтіп отыратын, қашан бір нәрсе ойнатасың деп күтіп отыратын, или жеңіл-желпі пранктар жасап, өзін клоун көрсететін, ондай болғым келмейді шынын айтайын. Ондай болғым келмейді. Сондықтан мақсатымыз аз болса да сапалы дүниелер жасап, сол арқылы қоғамға пайдалы болып, содан кейін адамдар өзі түсінген кезде өзі ақырын жинала береді. Керемет. Сіздің жаңағы миллион қарызда жүріп, миллиард табысқа деген кітабыңыз жарыққа шығып жатыр екен. Құтты болсын. Бұл кітабыңыз туралы не айтасыз? Бұл кітабымызды тек қана бизнеске арналған кітап деп қабылдамаңыздар. Бұл кітап менің сонау талғат балалық шақтағы әке-шешемнің берген тәрбиесі, анамның мейірімі, ол кезде біз ауылда от жанып, пеш жағып, мысалы, сол кездегі пештің үстіндегі қайнап тұрған тамақтарымыз, шәугіміміз, одан шығатын түтіннің иісі, былайша айтқан кезде, мына әкенің мейірімі, шана теуіп барып ойнап келіп үйде, содан кейін барып тер болып үйге кірген кездегі сенің соған аяқ киімің, мысалы, су болып қалған кезде соны пештің түбіне барып жайып қойып, мысалы, ертең балам суықта қалмасыншы деп. Сол дүниелер, одан кейін барып жан-жарым туралы, онымен қарым-қатынасымыз, жаңағы айтылып жатқан гүл сыйлау, мысалы, көп адамдар қазір, көп еркектер кеудесін қағып, әйеліне
жаңағы гүл сыйласаң бір былайша айтқанда прямо айтатын, көшенің тілімен айтатын болсақ, черт болып қаласың деген сияқты. Мысалы сондай мен жүрген, сондай қате пікірмен жүрген бауырларымыз қаншама да. Мысалы ол подкаблучник, черт болып қаласың деген әңгіме емес ол жерде. Сен қаншама бала шағаң туып берген, сенің жоқ кезде сыналып, осы кезде жаныңда жүрген адамды неге сыйламасқа, сол жанұяны неге сақтап қалмасқа, сондай достарының алдында керемет болып көрінемін деп, бірақ өз құнды нәрсесінен айырылып қалып жатқандар қаншама. Елдің сөзіне қараймын деп бала шағасынан, отбасынан жаңағы ойынға кіріп кетіп, лудомания бар, одан жаңағы қаншама қателік жасап жатқандар. Осы бойынша мысалы кітапта көп жазылған. Одан кейін барып қоғамға пайдалы болу, менің жасаған қателіктерім, үміт. Мысалы неге мен осы $500,000 күтіп, сол мен қалай осы деңгейге жеткізгені туралы. Сонымен қатар инструменттер, нақты қарызды қайтарудағы инструменттер, қарызгермен болған артадағы диалогтар, солармен сөйлескен. Одан кейін барып ұжымына инвестицияны қалай тарту, одан кейін команданы қалай құру, системаны компанияда қалай шығару, оны үлкен масштабқа қалай шығару деген бүкіл құнды өз нақты тәжірибемнен өткен, өзіме көмектескен инструменттер, материалдар барлығы осы жерде. Ал біз түбірімізді білмей, өзіміздің ата-бабамызды, ата-анамыздың берген тәрбиесін білмей, өзіміз танымай, біз қоғамға пайдалы болып, нақты жаңағы өзіңді өзің танып алмай, айттыңыз ғой, әртүрлі жолдарға түсіп, қателесіп кетуіміз мүмкін де. Сол үшін ең бірінші біз ата-ананың берген тәрбиесі, анау балалық шақтан бастап, қалай қалыптасып келгеніңді, қандай жолдарда сен өзіңді мысалы жақсы сезініп жүрдің, ал қандай жерлерде сен жаман сезініп жүрдің. Осының бәрін бойынан өткізген, толыққанды, білмеймін, енді бір көп пайдалы болатын шығар бұл жерде. Адамдарға көптеген адам қазірден бастап жаңағы бөлісіп жатқанда тапсырыс беріп, қазірден бастап алдын ала тапсырыс беріп, көптеген адамдар алып жатыр. Мен ойлаймын, артыма бір жаңағы суицидтан бір адамды сақтап қалған сияқты 100 демей-ақ қояйыншы, бір 10 мықты миллионер кәсіпкер шығарып, 10 бір адамның өмірлерін сақтап қалып жатсам, онда бұл кітаптың нақты қоғамға пайдалы болды, және біз командамызбен өзіміздің мақсатымызға жеткізгендігіміздің нәтижесі болатын еді деп ойлаймын. Керемет, Талғат мырза. Енді бізде подкаст эстафетасы деген бар. Қай миллиардердің өмірі жастарға үлгі болады, сабақ болады деп ойлайсыз? Қай миллиардерді ұсынасыз келесі подкастқа? Мен ұсынып кеткен адамдар бар ма негізі? Ау? Мен ұсынып кеткен адамдар бар. Мен сізді өзім зерттеп, мен өзім осы кісі жаңағы пайдалы деп шештім де, мен сізге өзім шықтым. Жалпы эстафета бар бізде. Эстафета бар, иә. Иван Адамыч деген Родинада жаңағы адам бар. Орысша да, қазақша да сөйлей алады. Сол Родина ауылын көтерген. Нақты тәжірибесі бар. Бір ғана сүттің өзінен күніне 30 миллион теңге ақша түсіріп отыр. Бір ғана сүт саласы. Күніне 30 миллион келіп, одан Астанаға қарай сүтін алып кетеді. Сол 30 миллион теңге. Бір ауылды жұмыспен қамтамасыз етіп отырған адам. Бір ауылдағы адамдардың барлығын жұмыспен қамтамасыз етіп отырған адам. Сол Иван Адамычтен алсаңыз, сіз өйткені айтып отырсыз ғой. Ол кісінің подкастын көрмедім ғой мен. От подкасттар бар. Бар, Родинаға бар, бесінші мен шағын даже атсалысып жүрейін. Сол кісіні алып шықсаңыз, өйткені ниетіңізді байқадым ғой бағана. Менікі құр успешті көрсету емес. Менікі нақты тәжірибесі бар адамдарды көрсетіп, соның тәжірибесі арқылы қоғамға пайдалы болу, аудиторияңызға пайдалы болу, соны ойлап жатырмын дегеннен кейін, сол кісіден сіз сол подкастты алатын болсаңыз, ол өмір бақи көптеген ауылда көтергісі келіп жүретін және көптеген патриот деп өзін санайтын, қоғамға пайдалы болғысы келіп жүрген көптеген адамдарға пайдалы болатын еді. И мен сізге ойлаймын,
көп адамдарға пайдасын тиетін еді сол. Керемет. Сол себепте Иван Адамовичтен алсаңыз, ол кісі бар кезде мен өзім бірнеше рет барып жолықтым. Өте тәжірибесі мол. Кейбір қазақпын деп кеудесін қағып жүрген адамдардан да патриот, Қазақстанды жақсы көретін адам деп. Керемет. Ол кісі туралы сыртынан білем. Видеоларында, ауылдарында барлығын видеолардан көргем. Өте керемет ой тастадыңыз. Құдай қаласа ол кісіден де осы подкастқа шақырып емес, сіз барып, ол көрсетіп жүріп, өз сізге айтқан кезде мына студияда отырып қана емес, болмаса соның кабинетінде отырып, сол жерде барып түсірсеңіз, мен өзім сізге қаржыландыруға соған барып неткенге атсалысып жүрейін. Өте керемет бір сұхбат болды. Өте керемет, Тәке. Алла разы болсын. Ал енді құрметті Талғат мырза, студиямызға келіп ой бөліскеніңізге, жастарға үлгі болайын, қоғамға пайдалы болайын деген ниетіңізге көп рахмет. Сізді бұдан да биік асулардан көре берейік. Рахмет. Мен өзім подкастқа шақыратын тұлғаларды зерттеген кезде арғы жағынан ол адамдардың ниеттері анық көрініп тұрады. Сол себептен мен сізді зерттеген кезде мен ешқандай да шақыртусыз мен өзім шығайын деп сізге тікелей шықтым. Ұсынысымды қабыл алғаныңызға көп рахмет. Ал енді құрметті көрермендер, подкастты соңына дейін көргендеріңізге алғысым шексіз. Жалпы Талғат ағамыздың басқа да подкасттарын қарасаңыздар, бұл кісі қаншама жаңағы жастарға үлгі болып жүрген, жаңағы қоғамға пайдалы болып, тек қана ақшаны жаңағы қаран құс шашып жейді, қара құс басып жейді деп өзі ғана қара басын ойлап жүрген азамат емес. Сол себептен мен сіздерді осы Q4 тұлпардың қызметін пайдалануға шақырамын. Өйткені тек қана өзге мемлекеттің автосалондарын қолдап жүргеннен көрі, одан да өзіміздің еліміздің азаматтары көркейсін, қоғамға пайдалы болсын. Мынандай керемет миллион қарыздан миллиард табысқа атты керемет кітабы жарыққа шығып жатыр. Осы кітабын алыңыздар. Специфик бұрын. Сіз осы подкаст аяғына көрген адамдардың содан кейін оны бөлісіп пайдалы болсын деген адамдарға бір 5 адамға осы кітапты жақсы комментарий жазған ба, или жақсы бөліскен ба, жақсы немене адамдарға осы кітаптан 5 кітап сыйлайық. Оларға да бір, өйткені 2 сағат уақытын арнап, 2 сағат па қанша екен білмеймін, уақытын арнап отырып өзін дамуға арнаған уақытын осы кітаптан да пайдалы өзіне. Оларға да бір уақытын арнаған үшін біз пайдалы болайық. Бұны жеңімпазды рахмет, өте керемет. Жеңімпазды қалай анықтаймыз? Жеңімпазды комментария сол YouTube каналының астында, болмаса Instagram әлеуметтік желіңізде бүйтейік. YouTube'тан және Instagram'нан жақсы комментария жазған ба, жақсы болғанда бізді мақтап емес, нақты осы эфирден қандай нақты ой алды және қандай өмірін өзгертетін ойлар алды, жәнегі инструменттер алды, соны мына жер маған көмектесті, мына жер жақсы болған екен деген жақсы бір жәнегі қоғамға пайдалы болып жазған комментариялардың ішінен сондайларға берейік. 5 Инстаграмға, 5 жәнегі YouTube каналыңызға. Керемет. Мен соавторствомен қойыңыздар, содан көрейік алғаныңызға. Жаңа қолтаңба қойып. Қолтаңба қоюды басеке қойдыртасы. Қолтаңба қойып. Керемет, өте керемет. Құрметті көрермендер, енді өздеріңіз естідіңіздер. Талғат мырза оның кітабын сіздерге арнап отыр. 5 жаңағы Инстаграмға жазған комментарий, қандай ой түйдіңіздер, қандай сәттер пайдалы болды, жаңағы ертең сол ой басқа адамның ойын өзгертуге жаңағы себепші бола ала ма екен, және де қандай инструменттер алдыңыздар, қандай кеңестеріміз пайдалы болды, және сіз соны өз өміріңізде қалай қолданасыз, сол туралы мен мақтап қажет жоқ, мен мақтасын деп айтып отырған жоқпыз. Бізді сол жаңағы ең бастысы сол қандай инструменттер. Сондардың арасынан 5 Инстаграм да комментарий жазған адамдарға, және де 5 YouTube каналындағы және де
пайдалы болды деген жаңа комментарияға 10 кітап сыйлаймыз. В общем, менің өзімнің қолтаңбаммен. Сондықтан осы видео жаңа пайдалы болды, мынау менің бір көршімнің, досымның, замандасымның, класстасымның өмірін өзгерте алады деген ой болса, солармен бөлісіп, ары қаратай осы бауырымыздың жаңа YouTube каналының дамуына және сол жаққа және подписчиктердің көмегіне атсалыссақ, мен ойлаймын, сол басты мақсатымыз. Керемет, рахмет. Енді шарт бойынша YouTube-қа комментарий, жақсы комментарий жазған 5 оқырманымызға 5 кітап сыйлайық. Ал енді Инстаграмға келетін болсақ, Инстаграмға комментарий жаңа осы подкаст туралы ойыңыз туралы жаза кетіп, қосымша 3 өзіңіздің таныс достарыңызды Талғат мырзаның астына белгілеп комментарийге шақырған адамды сөйтіп детейік. Өзіңіз көріңіз, қалай болсын. Талғат мырзаның Инстаграм парақшасын 80 мың адам емес, кем дегенде 800 мың адам тамашалау керек. Өйткені ол жақта көптеген пайдалы ақпараттар бар. Сол себептен бұл кітаптан құр қалмай, подкаст туралы ойларыңызды түгел Инстаграмға да, ютубқа да жаза кетіңіздер. Ал енді араларыңызда миллиардерлер болса, менің өмірім жастарға үлгі болады, қоғамға пайдалы болам деген тұлғалар болса, бізге төменде көрсетілген нөмірге Инстаграмға хабарласып, өздеріңіздің басыңыздан өткен оқиғаларыңызбен бөліссеңіздер болады. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, сау саламатта болайық.